Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін оқырман подкасты және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы әдеби шығармалардың құндылығы. Жалпы бұл сауал әр оқырманға қызық деп ойлаймын, себебі әр таңдау ол біздің тағдырымыз. Бұл эпизодта жалпы әдеби кітаптардың құндылығы жайлы айтатын боламыз. Осы тақырып төңірегінде бүгінгі подкаст қонағы университетіміздің 2-ші курс студенті Молдабай Мақпал келген болатын. Сәлем Мақпал, жалпы көңіл күйің қалай? Қалың қалай жалпы? Иә, менде барлығы жақсы. Бүгінгі подкастқа қонақ қылып шақырғаныңызға көп рахмет. Жалпы бүгінгі тақырып жаңа айтып өткенде әдеби шығармалардың құндылығы. Жалпы қазіргі таңда бұрынғыдай әдеби шығармалар насихатталса да, бұрынғыдай оқырмандары көп деп айтуға келмейді. Неге? Өйткені бұрындары әдеби шығармалардың, яғни ақын жазушылардың өлеңдері, не болмаса қара сөздері, айтылған нақыл сөздері кәдімгідей ел арасында кең тарап, халық ауыз әдебиеті арқылы кең тараған. Ал қазіргі таңда кез келген оқырман сол ақын жазушылардың өлеңдері былай тұрсын, сол ақындардың көбінесе тарихын, яғни биографиясын білмей жататын оқырмандар кезігіп жатады. Яғни бұл дегеніміз, қазіргі оқырмандар кітапты өте сирек оқиды. Бұлай айтуымда өзінің негізі бар. Жалпы қазіргі таңда әдеби шығармалардан көрі мотивациялық, тайм-менеджмент сынды кітаптар көптеп белең алуда. Яғни осы кітаптардың арқасында біздің кезінде келе жатқан әдеби шығармалардың орнын басып кету қаупі бар деп ойлаймын, жеке менің өзімнің пікірім. Жалпы сен осы тұрғыдан қалай ойлайсың? Негізі осы мотивациялық кітаптар, яғни жеңіл-желпі оқуға жеңіл кітаптар бұрынғы біздің байырдан келе жатқан ақын жазушыларымыздың әдеби шығармаларының орнын басып кетпей ме? Әр адамның өзінің жеке пікірі болады, алайда менің пікірім бойынша бұрынғы әдеби кітаптар қазір де оқылып жатыр, ол бәсең алып жатқан жоқ. Иә, қазір мотивациялық, психологиялық кітаптар көбеюде және осы оған тренингтер де болып жатыр. Бірақ та біздің де әдеби кітаптармен әдеби кітаптарды оқып жатқан оқырмандарымыз өте көп. Ол жайлы мысалға бізде Түркістанда оқырман Түркістан бар, ол жерде әдеби кітаптардың түр-түрін табуға болады. Сол сияқты тек Түркістанда емес, Қазақстан аумағында қаншама сондай кітап дүкендері бар. Менің ойымша оқырмандар кітапты тек барып емес, интернеттен де оқиды, электронный түрін. Сондықтан олай бәсең алды, қазір жоқ деген айту дұрыс емес сияқты менің ойымша. Келесі, болашақта да бұл әдеби кітаптар ешқашан азаймайды, керісінше орны толмаса, және де тек қазақ әдебиеті емес, егер де аудармашылар бар болып жатса, шетелдік әдебиеттерді де қазақша аударуға болады, әлі де аударылып жатыр. Сол арқылы біз де өзіміз әдеби кітаптарға өзіміздің қызығушылығымызды аша аламыз. Меніңше қазіргі жастардың кітапқа қызығушылығы меніңше орташа деңгейде, өйткені көбінесе кітап оқырмандары бізде үлкен ересек адамдар. Жалпы қазіргі таңда жастардан көрі үлкен адамдар, яғни ересек адамдар кітапты көп оқиды. Яғни бұл дегеніміз, сенің ойыңша қалай жастардың кітапты дұрыс таңдай алмауы ма? Негізі мен кітапханаларда көп болған кезде байқауымша оқушылар, не болмаса студенттер, жастар, яғни жастар көбінесе өзіне ауыр бір қалың кітаптарды алып алады да, оқуға өте қиын болғандықтан бір 10 бетін, не болмаса бастапқы бір жарты бетін оқып, кейіннен тастап кетіп жатады ол кітапты. Көптеген оқырмандар өзінің мысалы айналасындағы адамдар, не болмаса достары, мұғалімдері кеңес берген кітаптарды, не болмаса кітаптың сыртқы мұқабасы, тақырыбы еліктіріп әкеткендіктен сол кітапқа қызығып, сол кітапты оқып жатады. Алайда мен кеңес берер едім, алғашқы оқырман болсаңыз егер, оқуға жеңіл, кәдімгідей том Абай жолы сынды оқуға ауыр кітаптар емес,
оқуға жеңіл, керісінше жеңіл журналдар не болмаса кітапты қалай жылдам оқу керек, кітапты қалай түсінікті әрі жылдам етіп оқу керек деген мысалы кітаптарда бар ғой қазір. Сол кітаптардан бастап оқысаңыз өзіңізге пайдасы зор болар еді. Өйткені сіз бірден қалың кітаптарды оқысаңыз сіздің кітапқа деген қызығушылығыңыз сол жерден бастап төмендейді. Сіздің пікіріңізбен толықтай келісемін. Қазіргі жастар сондай ауыр кітаптарды алып алып өзінің қызығушылығын жоғалтып алады. Сондықтан сіздерге айтарым, ең алғаш бастап жатқан болсаңыздар, тілге жеңіл, түсінірек кітаптарды алсаңыздар деймін. Мысалға Қарғын, Сүйекші, Гауһартас деген кітаптар өте қысқа және де түсінікті, әдемі жеткізілген кітап. Одан кейін барып, егер де қызығушылығыңызға қарай, мазмұнын қарап, одан да үлкен кітаптарға барсаңыз болады, егер де өзіңіз қызықтырып жатсаңыз. Мысалға мен Гарри Поттердің қазақша кітабын оқығанмын. Мысалы 7 томдық қоя, мен әрқайсысын оқыған сайын бірінші оқығандай боламын. Мақұл олар 400 бет, 500 бет болсын, мен оқығанда сюжетті көз алдыма елестетіп оқимын. Сол арқылы маған басқа кітаптарда қызық болады. Жалпы негізі қазір осы әдеби жанрдағы кітаптардың құндылығы туралы көтеріп жатырмыз ғой. Негізі расымен де сенің пікірің өте орынды. Басқа да мотивациялық не болмаса психологиялық кітаптардың өзіндік деңгейін түсіріп тастауға да болмайды. Себебі ол да бір өзінше бөлек жанрдағы кітаптар. Жалпы менің негізгі жеткізгім келген ой ол бұрынғы Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, биік деңгейдегі жазушыларымыздың насихаттап жатқан, бізге қалдырып кеткен мұраларының жойылып кетпеуінің алдын алғым келген. Жалпы бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Құдайберген Дінмұхаммед, арнайы оқырман үшін.